Қайырлы кеш әріптестер. Бүгін біз WhatsApp арқылы тестті қалай алуға болатынын, одан кейін барып сауалнаманы қалай алуға болатынын, сосын кері байланысты қалай алуға болатынын туралы көреміз. Яғни ол үшін Play Marketке кіреміз, немесе App Storeға. App Storeға кіргеннен кейін жоғарыда поиск, соған Polly деп жазамыз. Ең жоғарыда Polly создать опросы деген бар, соны басамыз. Басқаннан кейін менде мына уже скачать етіліп қойған, сіздер скачать етсеңіздер болады. Одан кейін открыть деген батырманы басамыз. Мына жоғарыда мен алдыңғы сабақтарда қолданған тесттерім тұр. Енді жоғарыда үш сызықшаны бассаңыз, мына ваши опросы, учетная запись, подписка, поддержка, запрос функции деп тұр. Яғни бұл жерде ваши опросы дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін барып төмен жақта плюс деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін бірінші сұрақты қоямыз. Өзіңізге пәніңізге байланысты сұрақ қойсаңыз болады. Астында описанияға жазсаңыз болады. Бұл балдың қанша балл болатын, 2 балл или өзіңіз білесіз, жазбасаңыз да болады. Образ деген бар. Яғни образ ол осы презентация кеңейтілімі туралы фото қойсаңыз болады. Астында ответ деп тұр, яғни ол варианттары, осы сұрақтың ответ, бірінші ответке жазамыз. Келесі вариантты жазу үшін добавить новый ответ. Енді болды. Так, астына несколько ответов на пользователя, оның қажеті жоқ. Анонимное голосование алып тастаймыз, өйткені оны қосып қоятын болсақ, кімнің қалай жауап бергенін біле алмаймыз. Астында проси имя избирателя, яғни оқушылар оны аты жөнін жазып сіздерге жібереді. Сол кезде осы батырманың көмегі қажет болады. Енді астында галочканың, көк түсті галочка тұр, соны басамыз. Мына бізде уже бірінші тест құрылды. Енді төмен жақта поделиться деген тұр, соны басамыз. Көк батырманы басқаннан кейін мына WhatsAppқа кіреміз. Кіргеннен кейін өзіңіз сабақ беретін сыныпқа басасыз да, астындағы жасыл кнопканы басасыз, отправить деген. Мына отправить етесіз тағы. Мұның жасаған тестіңіз осылай шығады. Қазір қайта приложениеңізға ораласыз. Осы жерде сіздің оқушыларыңыз қалай жауап берген туралы көретін боласыз. Кімнің қалай жауап берген туралы. Астындағысын көретін болсақ, мысалы сұрақтар, видео сабақтар ұнадым, алдыңғы сабақта қолданғаным. Иә, жоқ деген. Иә дегеннің астында аты жөндер тұрады. Гүлнұр Балаусарғат деген сияқты. Тура солай мына тестіңізде де солай жауап беріледі. Ал енді кері байланыс жасау үшін тағы да плюс деген батырманы басамыз. Астындағы вопросқа жазамыз. Бүгінгі сабақ қалай түсіндің? Астында ответке түсінбедім. Сосын келесі вариант добавить новый ответ. Жартылай түсіндім. Тағы да вариант қосасыз, толықтай түсіндім. Енді төмендегі проси имя избирателя, оны қосып қоясыз. Сосын тағы да астындағы көк галочканың батырмасын басасыз.
тест сіздің опросыңыз шықты. Сауалнамаңыз енді төмен жақтағы көк батырманың тағы басамыз. Басқаннан кейін WhatsApp-тан жібере аласыз. Мұны өзіңіздің сабақ беретін сыныпты басасыз да отправить етесіз. Сөйтіп алдыңғы жаңағы өзіңіздің Poly деген приложениеңізге ораласыз. Жоғарыда назадты басасыз. Енді міне осылай шығады жауаптары. Мысалға, мына презентацияны жасайтын программа қалай аталады?